Bismillah. Wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dауысым естіліп тұр ма? Қолдарыңызды көтерсеңіздер, егер дауысым шығып тұрған болса. Дауыс естіліп тұр ма? Так, хорошо. Мына жерге мен комментарий қостым. Кімде естілмей жатса, сол жерге жазайық. Өйткені маған көрінбейді. Менде жасыл микрофон көрініп тұр, бірақ қосылып тұрғаны белгісіз. Так, біз бүгін кеше Абу Ханифаның қарастырдық, Алла қаласа имам Малик. Жалпы имам Малик кім болған? Оның басқа имамдардан айырмашылығы неде? Сол туралы бүгін қозғаймыз, Алла қаласа. Имам Малик, біз айттық, бұл кеше Абу Ханифамен бұны диспутқа алып барған. Да, что қайсысы керемет дегендей. Бірақ диспутта имам Малик неді? Анығында мен бұндай адамның алдында адамды ұзақ тыңдамағам дейді. Имам Малик. Ал Абу Ханифа айтады, что мен бұндай адамның алдында терлемегем. Яғни екеуі де бірі-бірін еститін еді, бірі-бірін көтереді деді. Өйткені имамдарда только мені ғана тыңда, басқаны тыңдама деген бұларда әңгіме болған жоқ та, біздікі сықылда. Вот. Енді имам Маликтің басқа имамдардан айырмашылығы, что Шафиғидан, Маликидан, Абу Ханифадан айырмашылығы, что имам Малик бұл только Мединеде өмір сүрген имам. Яғни только Мединеде өмір сүрді, Мединеде өлді, Мединеде білім берді. Неге қолдарыңыз көтеріліп жатыр? Егер менің даусым шықпай жатса, неге жазайықшы комментарийға? Өйткені қолдарыңыз көтерілген кезде мен ойлаймын, что даусым шықпай жатыр деп. Кімде даусым үзіліп естіліп жатса, тоже чаттан шығып, қайтадан кіріңіздер. Может, интернет сіздерде әлсіз болуы мүмкін. Жақсы. Енді имам Малик айттық, что бұл басқа имамнан айырмашылығы, бұл имам Малик только Мединеде өмір сүрді, Мединеде өлді, Мединеде сабақ берді, Мединеге келген адамдардан сабақ алды. Вот, имам Маликтің айырмашылығы сонда. Ал Шафиғи, Малики, Абу Ханифалар бұлар білімді басқа жерлерге барып ала берді, басқа жерлерде таратты, және басқа жерлерде білім алды. Ал имам Малик ешқайда шыққан жоқ, только Мединеде ғана болды. Мединеде өмір сүрді, Мединеден білім алды, только Мединеге келгендерден ғана сабақ алды, сөйтіп Мединеде өлді. Рахималла. Енді имам Маликтің әкесі Анас ибн Малик. Анас ибн Малик бұл біз білетін атақты сахаба емес, бұл басқа. Сондықтан Малик ибн Анас ибн Малик ибн Амир әл-Аспахи әл-Мадани. Әл-Мадани бұған қарағанда, что имам Малик таза араб болған. Кейбір ученыйлардың айтуы бойынша, что имам Малик бұл аңсарлардың ұрпағы дейді. Біз білеміз, что аңсарлар бұлар мединелік сахабалар, ал кейбір ученыйлар айтады, что бұл имам Малик мухажирлердің ұрпағы дейді. Мухажирге Меккеден Мединеге көшкен сахабалар, соларды біздер мухажир дейміз. Вот солардың ұрпақтарынан дейді, қайсысы, енді біреулер аңсардың ұрпағы дейді, біреу мухажирдің ұрпағы дейді. Сондықтан имам Малик көбінесе сол сахабалардың ұрпақтары деп көрсетіледі. Имам Маликтің туылған уақыты бұл хижреттің 93 жылы, кешегі Абу Ханифадан кейін 13 жылдан кейін туған. Яғни Абу Ханифа мен имам Маликтің арасы 13 жас. Бірақ сол 13 жасқа қарамастан имам Малик пен Абу Ханифа бір-бірінен білім берген, бір-бірінен білім алған. Енді біз айттық, что кеше Абу Ханифа рахимулла 10 жасында Құранды жаттады дедік, ал имам Малик уже 10 жасынан бастап, 11 жасынан бастап имам Малик
пәтуа бере бастаған. Яғни бұның пәтуа беретіндей білімі болған 11 жасында. Көрдіңіздер ғой? Ал қазіргі 11 жастағы бала бізде только телефонда отыруды ғана біледі, пәтуа түрмек тұрды. Енді кімнің имам Маликтің күниясы Абу Абдулла или Абдилля. Абу Абдулла бұл Абдулланың әкесі деп көрсетіледі көп жерлерде. Кім имам Малик бұл бізде Әл-Бақыда жерленген. Әл-Бақы бұл біз білетін пайғамбарның әйелдері келген жер, сол жерлерде имам Малик жерленген. Имам Маликтің өлімі өзінің өлімінен өлген дейді, ешқандай оған қастандық болмаған деп көрсетіледі. Бірақ имам Маликті көп ученыйлар, что бұл Мединенің жұлдызы деп көрсетеді. Яғни Мединеде имам Маликтен басқа ғалымдарды жұлдыз деп көрсетсе, ал имам Маликті ай деп көрсетеді. Яғни имам Маликтің Мединедегі ғалымдардан айырмашылығы болған. Имам Маликтің куньялары кешегі Абу Абдулла болды. Одан кейін Шейхул Ислам, исламның шейхі деген тоже аты болған. Сосын Худжатул Умма, үмметтің доводы деген куньясы болған. Сосын Имамул Дарул Хиджра, мына жердің имамы деген тоже аты болған. И бұл кімнің имам Маликтің болған аттары. Негізі имам Малик осы 4 баласы болған дейді. Атақты бірінші баласы бұл Яхия, екінші баласы Мұхаммад, үшіншісі Ахмад деп көрсетіледі. Төртіншісі бұл қыз Фатима. Бірақ бұлар туралы нақты ақпарат жоқ. Енді имам Маликтің қаты аты шыққан нәрсе бұл Муаттал Малик деген кітап. Бұл Муаттал Малик деген кітапты имам Шафиғи комментарий жасайды, что бұл кітап жердің бетінде Алланың кітабынан кейінгі ең сахих кітап осы имам Маликтің Муаттал Малик деген кітабы деп көрсетеді. Енді кейбір адамдар сұрайды, сонда бұл имам Бұхаридің сахих Бұхари жоғармада, имам Муслимнің Муслим кітабынан артық па деп. Оған айтатымыз, что ол уақытта Бұхари, имам Малик туылған кезде Бұхари 10 жаста болған, яғни Шафиғи өлген кезде Бұхари 10 жаста болған тұғын. Ал Муслим әлі тумаған. Сондықтан имам Маликтің уақытында бұндай атақты кітап болған жоқ. Кеше Сахих Бұхари, Сахих Муслим деген сықылды атақты кітап болған жоқ. Кроме имам Бұхаридің Муаттал Малик деген кітабы ғана аты шықты сол уақыттарда. Сондықтан жердің бетінде Алланың кітабынан кейін ең сахих кітап деп Шафиғи имам Маликтің осы Муаттал Малик деген кітабын көрсетеді. Көрдіңіздер ғой, Енді имам Малик бұл кітапта не жазады? Бұл кітапта имам Малик 600 сахих хадисті алып келеді. Бірақ бұл хадистердің айырмашылығы басқа кітаптан да не үшін бұл кітап атақты болды? Себебі бұл кітапта имам Малик хадистерді 2 иснадпен жеткізеді. 2 иснад деп отырған нәрсе бұл только пайғамбарымнан 2 передатчик. Яғни біреу айтады, мен естідім пайғамбарымнан былай деген естігенмін, екінші айтады, мен мынадай адамнан естідім. Получается, 2 адамның пайғамбарымнан хадис жеткізуі сол 2 иснад деп айтады. Сондай только 2 иснадпен келген хадистерді жазу себепті мына Муаттал Малик деген кітап өте атақты болған сол уақыттарда. Бұл осы кітапты имам Малик 40 жыл бойы өткізген. Енді қазір бұл кітапты көбінесе бір 2 айда 3 айда оқып тастауға болады, бірақ бұны имам Малик 40 жыл бойы сабақ берген осыменен. Бұл 40 жылдың соңында бағана 600 хадис, 1800 хадис болып көбейтілген. Яғни жыл сайын уже қоса бастағанда. Енді имам Малик біз айттық қой, что бұл Мединеде өмір сүрді, Мединеде сабақ берді деп, сонда получается Мединеге келген адамдарды имам Малик осы Муаттал Малик кітабын үйреткен адамдарға. Сосын имам Малик тағы бір жазған нәрсесі бұл рисала. Рисала бұл брошюрка.
брошюрка кішкентай ғана. Кеше біз айттық қой, Абу Ханифа тоже кітап жазған жоқ. Абу Ханифа бағана көшеде өтіп бара жатқан адамдар Абу Ханифадан сабақ сұраған кезде кім Абу Ханифа сразу қағазға жазып беретін болған да, сразу пәтуаны. Значит, сол нәрселердің барлығын брошюрка деп айтайық, иә. Сол сияқты имам Малик тоже сондай брошюркалар жасаған. Бірақ имам Маликтің екі қолы жұмыс жасамаған. Яғни имам Малик осы Муатта Маликпенен осы рисала осы еңбек жоқ. Неге? Өйткені біз кеше айттық, Абу Ханифа аммияттарменен аббасидтердің ортасында өмір сүрді дедік, иә. Ал имам Малик тоже сол уақыттарда өмір сүрген. Яғни аммияттар кетіп, аббасидтер билікке келіп жатқан кезде аббасидтерге қарсы какой-то бір топ митинг жасайды. Бұл топ негізі бұл митингті бастайтын адам Мұхаммад ибн Абдилла деген адам бастайды. Мұхаммад ибн Абдилла ибн Хасан ибн Әли. Яғни Әлидің баласы Хасан, Хасанның баласы Абдилла, Абдилланың баласы Хасан, Хасанның баласы Мұхаммад деген ұрпақтан тарайтын осы адам бастайды. Яғни жетінші шежіре келгенде, яғни жетінші атасы бұның Әли деп көрсетіледі. Содан көп адамдар бұны Әли радаланхудың ұрпағынан деп есептеген. Сөйтіп бұл адамның ізінен осы Мұхаммад ибн Абдилла ибн Хасан ибн Абдилла ибн Әли деп келетін болса адам, негізі дәл осындай цепочкамен келетін Әли радаланхудың ұрпағы бар. Сонымен көп адам шатастырып, бұл Әлидің ұрпағы, значит, бұл прав деп, бұның ізінен көп адам ерген. Сөйтіп, кімнің бұл адамдар сол уақытта мына аммияттар кетіп, аббасидтер келіп жатты ғой билікке. Біз айттық, аббасидтер бұл кешегі Аббастың ұрпақтары дедік, иә. Солар билікке келіп жатқан кезде бағанағы адам өзін мен Әлидің ұрпағымын деп үлкен митинг жасайды. Яғни аббасидтердің правителіне қарсы, чтобы оны құрту керек деп, үлкен Абу Талиби деген үлкен нені жасайды, топты жасайды, топты. И сөйтіп бұлар сол уақытта аббасидтер билік келіп жатқан кезде сол аббасидтерге қарсы көтеріледі. И соныменен аббасидтер енді билікке итак келе алмай жатады, өте үлкен фитна халықтың арасында. И аббасидтер бұған ашуланып, мынадай бір нәрсе шығады. Кімде-кім осы Толеби деген мына топқа қосылатын болса, соның әйелі талақ болады. Яғни кімде-кім осы топты, яғни бұлар енді митинг болып өзінің санын көбейтіп жатыр ғой да. Егер кімде-кім осы топқа қосылатын болса, онда соның әйелі міндетті түрде автоматически талақ болып есептеледі дейді. Яғни талақ деп айтпасам да, ол автоматически ажырасады дейді. Сөйтіп көп адамдар, яғни бұл аббасидтердің саясаты неде, чтобы бағана митингке адамдар көбеймесін да, что аббасидтерге қарсы көтерілетін адамның саны аз болсын деп, осындай нәрсе жасайды. Ал сол уақытта мына Толеби деген топтың ішіне кіретін адамдар бұл қалай дейді, что мен сонда бұл топқа кірсем, менің қатыным қалайша автоматически талақ болады, мен бұған келіспеймін дейді. Сөйтіп, бұлар енді сол уақытта Мединеде болған атақты имам Малик қой, да, сол имам Маликке келеді. Сөйтіп, имам Маликке келеді, о, имам, сіз не айтасыз дейді, что біз бана Толеби деген топқа қосылғымыз келеді, ал аббасидтер айтады, егер кімде-кім осы топқа қосылатын болса, оның әйелі міндетті түрде талақ болады дейді. Сол талақ действительно ма, әлде не действительно ма дейді. Сонда имам тұрады, талақ болып есептелмейді дейді. Яғни талақ болып есептеледі қашан, егер еркек өзі ажырасқысы келіп, намерениемен айтса, онда талақ болады. Бір топқа ат берген үшін әйелің сенен автоматически талақ болмайды дейді. Сонымен халықтың арасында имам Маликтің сөзі тарайды, бұны аббасидтер естиді. Яғни бұл топтың адамдары естиді. Сөйтіп бұлар имам Маликке келіп, енді сен имамсың да, чтобы халықты правительге қарсы қоймас үшін сен я деп айта салсаң қайтеді дейді. Имам Малик тұрады, мен бұны істей алмаймын дейді, что қалайша мен дінді дүние үшін өзгертемін, мен бұған келісе алмаймын дейді. Сонымен бұл уақытта аббасидтердің ең несі болған правителі Харун ар-Рашид ол уақытта қалада болмайды. Мына қасындағы қолшоқпарлары правительге ұнау үшін имам Маликтің аяғын байлап, қолын байлап, бағана ешекке сүйретіп, бүкіл Мединенің ішін сүйрей бастайды. Содан имам Маликтің мына екі қолы жұмыс жасамай қалған.
сол қашан правитель келген уақытта бұны босатады. Что бұл осылай істеді да, бұлар ақтала бастайды, что негізі имам Малик бізге қарсы көтерілген анау да мынау деп, бірақ правитель бұған қатты ашуланып жылай бастайды, қалайша сендер ученыйдың қолын байлап бұлай инвалид етесіңдер да, и давайте сендерді жазалайын деп жазалайтын кезде имам Малик не дейді, анығында бұларды жазаламаймын дейді, маған керек емес бұларды жазалап, өйткені мен қорқам дейді, что өйткені аббасидтердің ұрпағы бұл Аббастың ұрпақтары, кешегі пайғамбар көкесі Аббас соның ұрпақтары да, менің кесірімнен бір адамға зиян тиіп кете ма деп имам Малик қорқып дейді, мен бұлардың барлығын кешірдім, жазаланбасын деп бұларды босатады. Сол күннен бастап имам Малик рахималланың екі қолы жұмыс жасамайтын болған. имам Малик қазір менде бір сурет болу керек еді, қазір мен қарайын. имам Маликтің мәзһабы намазды былай оқиды. Мінекей көрдіңіздер, мына жерде мен сурет жібердім. Мысалы, Абу Ханифа, Шафиғи, Малики, Ахмад Ханбалдар қолдарын байлап оқиды, ал маликийский мәзһаб қолдарын түсіріп оқиды, яғни қолдарын байламайды, просто қолдарын түсіріп оқиды. Неге? Өйткені біз айттық, имам Маликтің екі қолы жұмыс жасамаған, яғни бүйтіп қолын байлауға оның шамасы болмаған, да, денсаулығына байланысты. Бірақ көп адам бұны түсінбейді. Қазіргі уақыттағы Малики мазхабындағы адамдар имам Малик осылай оқыды, значит, сүннет бойынша қолды байлауға болмайды деп қолдарын түсіріп оқиды. Ал негізі имам Маликтің қолын түсіріп оқудағы өзінің себебі болған. Біз айттық ғой, что оның қолы жұмыс жасамауына байланысты болған деп. Вот. Сол себепті қазір мынадай мазхабтың арасында айырмашылықтар, что имам Малик мазхабындағы адамдар көбінесе қолдарын түсіріп оқу себебі осыған байланысты, бірақ негізі бұл имам Маликтің емес, просто имам Малик өзі соған мұқтаж болды. Өйткені екі қолы жұмыс жасамағаннан кейін оны екі қол байлауға мүмкіндік берген жоқ. Вот. Осылайша имам Малик ең бірінші кездерде только біз айттық Муатта Малик пенен Рисала деген кітаптан басқа айырмашылығы болған жоқ. Өйткені сол уақыттарда имам Маликтің екі қолы жұмыс жасамау, одан басқа кітап жазылған жоқ имам Маликте рахималла. Енді имам Маликтің ұстаздары кімдер? Көбінесе айтады, бұл Саад ибн Уаққастың немересі Айша бинт Саад. Айша бин Саад кімнің? Саад ибн Уаққас радиаллаху анхудың немересі деп көрсетіледі. Екінші бір атақты ұстазы Зубайр бин Ауамның баласы Абдулла ибн Зубайрдың баласы Амр ибн Абдулла ибн Зубайр деп көрсетіледі. Вот, бұл атақты кімнің? имам Маликтің білім алған адамы деп көрсетіледі. Үшінші ұстаз Мұхаммад ибн Абу-Бакрдың баласы Абдурахман ибн Әл-Қасым ибн Мұхаммад ибн Абу-Бакр. Бұл Мұхаммад ибн Абу-Бакр атақты сахаба, Абу-Бакрдың баласы Әсма бин Увайстан. Біз білетін атақты Әсма бин Увайст біз көп талдадық каналда. Вот соның баласы Қасым, сол Қасымның баласы Абдурахман имам Маликтің ұстазы болған деп көрсетіледі. Вот. Атақты тағы бір ұстаз бұл Аюб ас-Сахтиян, бұл атақты имам Шафиғидің ұстазы, яғни имам Шафиғи менен имам Маликтің екеуінің ұстазы бір болған деп көрсетіледі. Бұл атақты Иеменнің ученый болған, мына Аюб ас-Сахтиян деген адам. Сосын тағы бір ученый имам бұл имам аз-Зухри. Имам аз-Зухриді бәріңіз білесіздер, иә? Имам аз-Зухри бұл сол уақыттардағы ең алғашқы хадистерді жаттаған ученый осы имам аз-Зухри болған. Имам аз-Зухри имам Маликпен қалай танысқан? Яғни имам аз-Зухри сол уақыттарда ең бірінші хадис жаттау деген саланы алып келген адам, осы тоже имам аз-Зухри. Сол имам аз-Зухри сабақ берген уақытта бағандай адамдарға әркім өзінің дәптерін қалам алып келетін болған. Бірақ соған кім имам Малик алып келмейді дәптер қаламын. Сонда имам аз-Зухри сұрайды. Ол уақытта имам Малик 11 жаста болған. 11 жаста біз айтып, уже бұл пәтуа беретін уақыты имам Маликтің. И сонымен Зухриға алып келген кезде Зухри сұрайды, что мен бүгін не айттым дейді. Келесі келген кезде дәптер қағаздарын алып келіңдер. Бірақ имам Малик
ештеңке алып келмейді. Сөйтті де не дейді ол имам, анығында мен сіздің осы күнге дейін берген ақпаратыңызды мен сізге жатқа айтып беремін дейді. Сонымен имам Малик сол жерде кешеге имам аз-Зухридің жеткізген 40 хадисін иснадпен жеткізеді. Сол кезде имам аз-Зухри имам Маликтің маңдайынан сүйіп не дейді: уаллахи, осы күнге дейін интернет шығарып жіберіпті мені. Естілді, түсіндім. Так, әрмен қарай жалғастырайық. Дауысым шығып тұр ғой, иә? Дауысым шығып тұр ма? Иә, шығып тұр. Хорошо. Так, имам Маликтің біз біріншісі кешегі Зубайр бин Ауамның немересі дедік. Немересінің баласы да, оны қайда шөбере дей ма? Шөбере қазақша. Сосын біреуі Саад ибн Уаққастың шөбересі дедік. Біреуі Абу Бәкірдің шөбересі дедік. Солардан имам Малик сабақ алды дедік. Сосын имам аз-Зухри дедік. Біз айттық имам аз-Зухриден имам Малик сабақ алған. Имам аз-Зухри нейді анығында: мен осы күнге дейін хадисті жаттайтын адам көрген жоқпын, сен менің бағандай ең жақын шәкіртім боласың деп имам Маликті өзінің қасына алған дейді. Осылайша имам аз-Зухри бізде имам Маликтің ең атақты шәкірті болған. Енді бұл имам Маликтің ұстаздары. Енді имам Малик бұл кеше Абу Ханифамен көріскен адам, яғни получается біз айттық, что бұлардың барлығы бір уақытта өмір сүрді, бір уақытта өлді дедік. Сонда имам Малик пен имам Шафиғи қалай танысқан? Давайте Малики и Шафиғи деп айтайық, что каждый раз имам деп шатасып кетпес үшін. Имам Малик бұл Мединеде өмір сүрді дедік қой, да? Мединеде өмір сүрді, Мединеде сабақ берді, Мединеде өлді дедік, иә? Енді имам Малик сабағын пайғамбар мешітінің жанында беретін болған. Сол пайғамбар мешіті біз білетін, да? Сол мешіттің жанында имам Малик столын қойып адамдарға сабақ беретін, адамдар жиналатын болған сол мешіттің жанына. Сөйтсе бір күні отырысқа бір кішкентай бала келеді. Бір 10 жаста, бір сондай жаста кішкентай бала келеді. Сол дейді, имам Малик сабақ беріп жатқанда барлық адамдар қағаздан жазып жатса, кішкентай бала саусағын аузына тығып алақанына түкірікпен жаза бастайды. Яғни бір алақанын қолына ұстайды, бір қолын аузына тығады, сөйтіп түкірікпенен алақанына жаза бастайды. Имам Малик бұны көрген кезде қатты таң қалады. Мына бала не істеп жатыр да, неге бұлай ойнап жатыр деп имам Малик бұған таң қалады. Сонымен имам Малик сабақты аяқтайды. Аяқтап болғаннан кейін әлгі баланы шақырады. Сен не істеп отырсың сабақтың үстінде? Басқалар сықылды неге жазбайсың дейді. Сөйтсе әлгі бала тұрады: о имам, мен жазып жатырмын дейді. Имам Малик тұрады: сен сонда алақаныңа түкірікпен жазасың ба? Ана айтады: иә дейді, мен осылай жазсам, мен миыма сақтаймын дейді ақпаратты. Сонда имам Малик тұрады: хорошо дейді, олай болатын болса, мен осы күнге дейін 600 хадисті айттым дейді. Осы күнге дейін. Егер сен миыңда қатты сақтайтын болсаң, давай сен маған соны жеткіз дейді. Осы күнге дейін мен саған не айттым, соның барлығын жеткіз дейді. Сонда бағана кішкентай бала имам Маликтің осы күнге дейін жеткізген 600 хадисті иснадпен шархыменен бала жеткізеді. Сонда имам Малик тұрады: сен кімсің? Бұл айтады, что мен Идрис. Бұл Идрис ибн Мухаммад, бұл кешегі имам Маликтің, имам Шафиғидің шын аты Идрис. Вот, получается, имам Малик Идристі кішкентай кезінен бастап осы кезде өзі қасына алып оқытады. Кезінде имам аз-Зухри имам Маликті оқытса, бүгін имам Малик имам Шафиғиді осылай қасында алып оқытқан. Енді имам Малик пен имам Шафиғи бір-бірін өте қатты жақсы көрген. Кешегі Абу Ханифа мен имам Малик сықылды екеуі бір-бірін төмендетпесе, имам Малик пен имам Шафиғи тоже солай бір-бірін көтеретін болған. Имам Малик всегда имам Шафиғиға таң қалған, ал имам Шафиғи имам Маликке таң қалған. До того ол сөйлеген кезде менің ақылым жұмыс жасамай қалады дейді. Имам Шафиғи айтып отыр имам Маликтің білімі туралы айтқан кезде. Енді Шафиғи кейін бұл кімнің имам Маликтің білімін аяқтайды, сөйтіп бұл Ахмад Ханбалға барады. Сөйтіп Ахмад Ханбалдан білім алып келіп, бұл кімге сабақ береді? Өзінің ұстазы имам Маликиға сабақ береді. Көрдіңіздер ме? Бірақ имам Малик
Біз құсап, сен менің шәкіртімсің, сенен сабақ алмаймын, маған ұят болады деген жоқ. Бұл Шафиғидан білім алады. Өзінің шәкіртінен имам Малик кейін сабақ алған. Вот. Енді имам Малик көбінесе сол уақыттарда болған правительдер кімнен имам Маликті қатты жақсы көретін болады. Сол уақытта өмір сүрген правитель бұл кім ғой? Харун ар-Рашид. Харун ар-Рашид имам Маликті өте қатты жақсы көрген. Только соны ғана дәрежесін көтеретін болған. Сонда бұл правитель не дейді? Имам Малик айтады: о имам, что мен бүкіл адамдарға как парыз етем дейді, чтобы сенің Муатта аль-Малик деген кітабыңды оқуды дейді. Что бүкіл адам, Мединеге келген адамға парыз әлгі Муатта аль-Малик деген кітапты оқу. Сонда имам Малик дейді: жоқ дейді, олай ешкімге міндет қылма. Анығында егер сен міндет қылатын болсаң, адамдар енді сахабалар бүкіл әлемге шықты ғой. Біреу там Египетке кетті, біреу там Сирияға кетті да, солардың білімін сен жоққа шығарған боласың дейді. Сондықтан менің кітабымды оқу бұл әркімнің өзінің қалауындағы нәрсе. Оқитын адам оқысын, оқымайтын адамға бұл парыз емес. Сондықтан көп адам имам Маликтің кітабын өздеріне кейбір оқыған, кейбір оқымаған, бұл уже парыздықтан түскен кітап Мединедегі. Енді имам Малик туралы ученыйлар не айтады? Ученыйлар айтады, Абу Ханифаның шәкірті айтады. Абу Ханифа фиқтың ученые болса, имам Малик бұл хадистің ученые деп көрсетеді. Абдулла ибн Уахф деген ученый айтады, что кімнің ең көп хадис жеткізген адам имам Малик и және оның Муаттал кітабы. Малик айтқан кітап ең көп хадис жеткізген кітап деп көрсеткен. Енді имам Маликтің шәкірті бұл Қасым. Біз білетін атақты Қасым ибн бұл кімнің баласы еді? Атын ұмытып қалдым. Бұл Қасым деген имам Маликтің шәкірті бар, атақты. Субханалла. Бұл адам қалай білім алған? Бұл адам Қасым 16-17 жасында имам Маликті іздеп келеді Мединеге. Мединеге келсе, Пайғамбар мешітінде имам Малик сабақ беріп жатады, и әлгі Қасым келеді. Сөйтіп сұрайды: сендердің араларыңда имам Малик бар ма дейді. Имам Малик тұрады: мен бармын дейді. Сөйтсе әлгі Қасым тұрады: мен сізден білім алуға келдім дейді. Бірақ имам Малик: хорошо дейді, білім ал. Бірақ саған шарт, что сен менің есігімнің алдында ұйықтай уақыт бөле алмайсың, менің уақытым жоқ. Қазір осы жерде өздеріңіздің білімге деген тұрақтылықсыздар ма, әлде тұрақсызсыздар ма, вот соны қарап көріңіздер да. Біздер қалай білім талап етеміз, кезіндегі адамдар қалай білім талап еткен. Қазір сабаққа ұстаз келеді, оқушы жоқ. Ұстаз әр оқушыға звондап, сабаққа кір деп жүреді. Ал ол уақыттағы ұстаз не дейді? Менің уақытым жоқ дейді. Сенің только уақытың, то мен таңертең таң намазына барам дейді, үйден шығып мешітке барам дейді. Сол аралықта сен не істейсің дейді? Менің үйімнен мешітке дейінгі баратын аралықта сен менің айтатынымды жазып үлгерсең үлгересің, и осылай білім аласың дейді. Алсаң ал, алмасаң кете бер. Вот. Сонымен Қасым енді бұл әлгі Қасым не дейді? Хорошо дейді, мен келсем дейді. Сөйтіп бұл имам Маликтің есігінің алдында жатыр. Что неге? Өйткені жатырмын да, давай сабақ ал деп оны оятпайды. Просто имам Маликтің есігінің алдында жатқан кезде, имам Маликтің есік ашқан кезде кімнің есік қайда тиеді? Қасымның басына тиетін болады, тарс еткізіп. И Қасым оянады сол кезде. Получается, имам Малик жүгірген жоқ. Ойбай, тұр, саған сабақ үйретейін деп та, біздікі сықылды, біз звондаймыз ғой: сестра, кіріңізсей сабақ, енді кіріңізсей десе, ана сестра айтады: менде уақыт жоқ, сестра, үйге қонақ келіп жатыр, артынан запись тыңдап аламын ғой дейді. Вот, көрдіңіз, разница қандай? Имам Малик олай жүгірген жоқ, біз сықылды. Имам Малик есік тарс етіп ашады, тарс етілген есік Қасымның басына тиеді, и Қасым атып тұратын болған. И сөйтіп мешітке дейін бағанағы имам Маликтің айтатындарын Қасым жазады. И осылай сіз ойлайтын шығарсыздар да, 1 жыл 2 жылдан кетіп қалды деп. Қасым 17 жыл бойы білім алған имам Маликтен, осылай ізінен жүгіріп жүріп. Имам Малик мешітке кіреді, сол имам Малик намазын оқиды, и сонымен имам Малик қайдан үйіне келетінге дейін әлгі
Қасым имамаликтің атынан жазатын болған. Кім? Бұл Қасым өмірінде сол 17 жылда бір рет базарды көрмеген. Мединеге келеді, бірақ базардың қайда екенін білмеген бұл атақты Қасым ибн, бұл кім еді? Атын ұмытып қалған. Бұл атақты ученый тоже имам Маликтен білім алған шәкірт. Сонда бағана бір күні бұған адамдар айтады ғой, давай это Мединеге цирк келіп жатыр дейді, давай циркке барайық, базарға барайық десе, Қасым айтады, мен базарды білмеймін дейді. Ал біз какой-то бір қалаға білім алуға барсақ, біз базарды іздейміз бірінші очередь. Базар қайда да? Ал Қасым 17 жылда имам Маликтің ізінен жүгіріп жүріп, бір рет базарды көрмеген, и ол ешқайда шықпаған, только имам Маликтің ізінен жүгіріп не істейтін болғанда, білім алатын болған. Даже имам Малик мешітке кіріп кеткен кездері әлгі Қасым ұйықтап қалатын болған. До того күнде бағандай қай уақытта шығады, қай уақытта пайғамбар мешітіне барып сабақ береді да, сол аралықтың барында кім жүріп білім алатын болған Қасым. И бұл еш уақытта ұйықтамайтын болған да, енді барынша сергек болуға. И сөйтіп кейбір кездері ұйықтап кететін болған жолда. Отырған кезінде имам Малик до того сондай бір ұйықтап кететін болған. Сондықтан осы жерде білім алатын сестралар білімнің қадірін түсіну керек. Қазір 21 ғасырда бәрі онлайн сабаққа көшті қазірде, бірақ бұның бір жаман жері, что сестралар өте салғырт. Курсқа жазылады, бір-екі сабақтан кейін ешкімді таппайсың. Звондасаң айтады, қолың бос емес, қонақ бар, артынан. Получается, бұлар алдарына мақсат қоймаған адамдар, что мен білім алам, осы бір білімді игерем, өміріме пайдаланам да деп алдына мақсат қоймағандар осылайша салғырт жүреді. Әр курсын бастайды, тастайды, ортасынан жетпейді. Қазір көп адамның білімсіз болуы сол себепті. Бәрі бастайды, тастайды, өйткені тұрақтылық таныта алмайды. И сол Қасым, бұл Қасым үйленген кезде, сол үйленіп, бұл имам Маликке кетіп қалады. Сөйтіп бұл 17 жылдан кейін енді имам Малик бұны қасына отырғызатын болады. Сол уже 17 жыл білімнен кейін ғана имам Малик бұны қасына тартады. Сол уақыттарда мешітте бір бала келеді, бір кішкентай. Сөйтіп не дейді, мен өзімнің әкем Қасымды іздеймін дейді. Что ол менің әкем осыдан 17 жыл бұрын имам Маликтен білім алуға кеткен дейді. Сөйтсе бұл Қасымның баласы, бұл тоже атақты бала, бұл бала, получается, Қасым ең бірінші үйленген кезде сразу имам Маликке кетіп қалған білім алуға. И до того өзінің баласы бар екендігін білмеген атақты ученый, бұл бұның әкесінің атын ұмытып қалыппын. Вот. Сондықтан өздеріңіз ойлай беріңіздер да, қаншалықты сіздер білімге талап етесіздер, қаншалықты сіздер білім талап етпейсіздер. Имам Малик туралы ученыйлар не дейді? Да, біз айтпадық па? Имам Az-Zahabi айтады, что табиғиндардан кейін имам Маликтен артық білетін адам жоқ дейді. Имам Маликтен артық білетін табиғиндардан кейінгі ешқандай адам жоқ деп көрсетеді имам Az-Zahabi. Имам Ахмад бұл біздің Ахмад Ханбал имам Маликтен 600 хадис жеткізеді. 600 хадис жеткізген. Бұл хадис білуші ғалымдардың ең білімдісі деген Мединедегі ең көп білуші адам имам Малик деп көрсеткен. Харун Рашид бұл халиф кімді имам Маликті өте қатты жоғары көрсеткен. Бұл Харун Рашидтің бір қызығы бар, что мына Меккеде Қағба салынуы бізде үлкен этапқа бөлінеді. Яғни ең бірінші Қағба бұл кеше Адам алейхиссалам уақытында салынды, бірақ кейін Нух алейхиссаламның уақытында үлкен поток болды ғой. Сол потоктың кезінде Қағба шәйілді, яғни Қағба жоқ. Кейін бұны имам кім салды? Ибрахим алейхиссалам Исмаил екеуі салды ғой. Кейін бұл салынған Қағба кейін қирайды. Яғни жаңбырдың жауымен дейді, кейбіру там какой-то бір зияннан әйтеуір Қағба қирайды. Сол уақыттарда Қағбаны бұзып салады. Кейін адамдар Қағбаны бұзып салу деген үлкен бір сондай бір ауруға ұшырайды. Яғни любой келген правитель Қағбаны бұзып қайтадан салу деген бір түсінікке барады.
сол уақытта правитель имам маликті қысып имам маликке жазады: о имам, сіз не айтасыз, что мен қағбаны бұзып қайтадан салғым келеді, что енді әр келген правитель қағбаны жаңартып өзін тарихта қалдырғысы келген ғой. Сонда имам малик айтады: о халиф дейді, егер сен қағбаны бұзатын болсаң, қағбаға деген хушуа жоғалады дейді. Хушуа бұл қағбаға деген уважение жоғалады. Сондықтан қағбаны олай бұзып сала бермеңдер. Егер любой келген адам қағбаны бұзып салатын болса, бұл как будто әдет болады да. Любой ертең сендерден кейін келген правительдер қағбаны бұзып қайтадан салатын болады. И сөйтіп қағбаға деген уважение құриды деген. Сол оқиғадан кейін Харун Рашид вообще қағбаға тиіспей, и сол Харун Рашид последний, и одан кейін ешкім қағбаны бұзып қайтадан салған жоқ. Сол қалпы қағба сақталынған. Бұл Харун Рашидтің историясы, бұл отдельная история. Мен просто сіздерге түсіндіріп жатқан оқиғам ғой, сәйкес келіп қалған кезде. Так, имам маликтің әйелі туралы ақпарат жоқ. Ол өлімнен өлген дейді, Мединеде өлді, Мединеде жерленді, Әл-Бақыда рахимулла алейхи. Так, иншалла біз осы жерден тоқтаймыз. Бізде келесі сабақ иншалла имам Аш-Шафиғи. Біз білетін атақты Мұхаммад ибн Идрис, атақты имам Аш-Шафиғи туралы біз келесі сабақта қозғаймыз. Жалпы Шафиғи мен Маликидің арасындағы қатынасты уже түсіндік, что Малики мен Шафиғи бір-біріне таныс болғандар, иә. Және бұл Шафиғи неше жастан бастап ученый болған, және Шафиғи мен Ахмад Ханбалдың таныстығы қалай өрбіген. Және Ахмад Ханбал Шафиғиді қаншалық жақсы көрген болар. Енді махаббаттар енді отдельно біздің айлайбымызге сәйкес келмейтін махаббаттар, бір-біріне деген уважениемен көрсетілген да бұлар махаббаттары. Вот сонда иншалла біз келесі сабақта имам Шафиғидің жалпы несін қарастырамыз, сирасын. Коротко, ясно, осы бір сағатқа жеткіздік, иә. Так, осы жерде тоқтаймыз. Субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейхи. Қазір иншалла бір 15 минуттан кейін біз алдында осы уақытқа дейін тамақтану әдебі деген нәрсені қозғаған болатынбыз. Сол тамақтану әдебін біз бүгін тоже қайталаймыз, бір-екі адамның сұрауына байланысты. Егер қатысам десеңіздер болады, қатыспаймын десеңіздер тоже проблема жоқ. Иншалла бір 15 минут кішкене демалып алайық, содан кейін иншалла